Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен өте дәмді сочный капуста по-корейски жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге бір орам жапырақ, 2-3 сәбіз және сарымсақтың 5 бөлігі қажет болады. Мендегі орам жапырақтың салмағы 2 килограммға жуық болып шықты. Енді осы орам жапырағымызды турайтын боламыз. Осылай 2 бөлікке бөліп аламыз ең алдымен. Одан кейін осы жарты бөлігін тағы да 2 бөлікке бөліп, ортасындағы өзегін, яғни қатты жерін алып тастаймыз. Бізге оның қажеті жоқ. Орам жапырақтарымызды осылай кубиктап турайтын боламыз. Міне осылай мен орам жапырақтарымды кубиктап турап шықтым. Бұл салаттың ешқандай қиындығы жоқ. Бәрі өте оңай, ештеңені қормайсыз. Жасап көріңіздер. Міне капустамызды осылай барлығын кубиктап турап ыдысымызға салып шықтым. Енді салатымызға бір ас қасық тұз саламыз. Мұны жақсылап араластырамыз. Орам жапырақтардың осылай бірігіп қалған жерлерінің барлығын ажыратып, осылай жасап шығамыз. Міне осылай барлығын жақсылап тұзы барлық жеріне тиетіндей етіп араластырып болғаннан кейін орам жапырағымызды жарты сағатқа қалдырамыз. Міне жарты сағат өтті. Енді арнайы үккіштен сәбізімізді өткізіп қосамыз. Сәбіз де өз қалауларыңыз бойынша. Маған қатты ұнайды сәбіз, сол үшін мен 3 дана сәбізді қостым. Міне барлығын осылай үккіштен өткіздім. Енді жақсылап барлығын араластырамыз. Міне енді дәмдеуіштерімізді қосатын боламыз. Алдымен 2 ас қасық шекер, яғни қантты саламыз. Одан кейін кориандр 2 шай қасық саламыз. Бұл дәмдеуіштердің барлығын кез келген дүкеннен таба аласыздар. Бағасы да қатты қымбат емес. Келесі паприканы қосамыз. Паприкадан 1 ас қасық саламыз. Келесі қызыл бұрыштан 1 шай қасық қосатын боламыз. Оны бетіне сепкілемей, ортаңғы бөлігіне бір жерге үйіп, жинап қосатын боламыз. Міне осылай бір жерге саламыз. Енді келесі сірке суынан 1 ас қасық қосамыз. Ол да өз қалауларыңыз бойынша. Маған сірке суы 1 ас қасық жеткілікті. Келесі сковородкаға 80 мл сұйық майымызды қыздырып қоямыз. Ол қызғанша біз салатымызға сарымсақты арнайы езгіштің көмегімен езіп қосатын боламыз. Мен сарымсақтың бәрін қосып шықтық. Енді қызған сковородкадағы сұйық майымызды бағанағы қызыл бұрыштың үстіне құятын боламыз. Міне осындай реакция жүреді. Барлығын осылай қосамыз. Енді соңғы дәмдеуіш куркума қосатын боламыз. Куркума 2 шай қасық жеткілікті. Бұл светінің өте әдемі, сарғыш болып тұру үшін, екіншіден дәмі де өте әдемі болу үшін. Енді жақсылап барлығын араластырамыз.
Жақсылап араластырып болғаннан кейін мұздатқышқа 7-8 сағатқа салып қоямыз. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видео сіздерге ұнап жатса, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мінекей, салатымыз дайын болды. Өте дәмді. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоларда кездескенше